Сәлеметсіз бе оқушы, 160 сабақ секунд. Бірінші сағаттардағы көрсетілген уақыттарды ата. Мына жерде бізде күн белгісі, мына жерде ай белгісі белгіленіп тұр. Күндізгі уақыт 12:15-ті білдіріп тұр. 12:15. Екінші сағатта бізде 14:45-ті білдіріп тұр. Үшінші сағатта таңғы 09 деп айтайықшы, 09:10-ды білдіріп тұр. Енді кешкісін ай белгісі, ол кешке белгі, ол кезде түнгі сағат 3:20 кетті. 3:20 кетті. Одан кейін бізде кешкі сағат түнгі болып тұр, уже 21:30 болады. Одан кейін бізде мынау 23:40 кетті болады. Мына сағаттарды осылай механикалық сағаттарды үйреніңіздер. Екінші есеп, көрсетілген өлшем бірліктерін өрнекте дейді. 3 сағат 15 минутты минутпен өрнектеуім керек. Яғни 3 сағатты көбейтемін 60-қа, қосамын 15-ке деген сөз 15 минутқа. Сонда мынау бізде 180 минут қосылған 15 минут болады. Сонда бізде 195 минут. Келесі, бізде сағат минутпен өрнекте дейді. 160 минут деген бізде. Демек 120 минут қосылған аржанда 40 минут деп алам. 120 минут бізде 2 сағатты білдіреді және 40 минутты білдіреді. 4 сағат 50 минут бізде минутқа. Демек 4 сағатты 60 минутқа көбейтіп жіберемін дағыны, қосамын өзінің 50 минутына. Сонда бізде 240 минутты қосамын 50 минутқа. Сонда бізде 290 минут болады. Келесі 5 сағат деп отырғаным. Бізге неге минутқа айналдыруымыз керек? 5 сағатты 60-қа көбейтіп, одан кейін 35 минутқа қосамын. Сонда бізде 300 минут. Қосу 35, 335 минут. 7 сағат 60-қа көбейтіп 40 минутқа қосам. Сонда бізде 42, демек 420 минут 40 минут. Бұны біз минутқа айналдыруымыз керек екен. 460 минут болады сонда. Соңғысын сағат минутқа айналдыруым керек. 190 минут деген бізде 180 минут қосылған 10 минут деп жазам. Себебі 180-ді 6-ға бөлінеді бізге. 3 сағат 10 минут болады сонда. Жақсы. Үшінші, кейбір сағаттың минут және сағат тілдерінен басқа секунд тілі болады. 1 минутта секунд тілі сағаттың цифр болатын толық айналады. Яғни 1 минутым 60 секунд деген сөз. Мына сол секундтарды пайдаланып, біз әй есебіндегі есепті жазып көрейік. Бірінші бізде сағат 2-ден 55 минут 20 секунд кетті делік мысалы. 4-те тұр, демек 20 секунд. Демек бұл 2 сағат 55 минут 20 секундты білдіреді. Сол сияқты келесі бізде 1 сағат 25 минут секундты бізде 45 секунд болып тұр. Демек бұл дегенің 1 сағат 25 минут 45 секундты білдіріп тұр. Сол сияқты мына сағатымыз бізде 3 сағат 35 минут 10 секунд болып тұр. Демек 3 сағат 35 минут 10 секундты білдіреді. Жақсы. Бұл есебінде сен 30 секундта, 60 секундта неше сөз оқитын анықта, неше секундта 5 қадам аттайсың. Яғни бұл сіздерде практикалық сабақ, ұстаздарыңызбен бірге осылай тәжірибе жасап үйреніңіздер. Жақсы. Төртінші, көрсетілген өлшем бірліктерін өрнекте.
Жаңа екінші есептеме сіздерге қалай шығару жолын көрсеттім. 2 минут дегенім 120 секунд, оған 15 қоссаң 135 секунд. 3 минут дегенім 30 секунд, яғни 210 секунд. 5 минут 42 секундтың ол 342 секунд. Сол сияқты 68 секунд дегенім 1 минут 8 секундты береді. 140 секунд деген 2 минут 20 секундты, 162, 120 секунд, 42 секундты береді. Демек 2 минут 2 секундты береді. Енді сұрақта 10-ға, 30-ға, 60-ға дейін санау үшін неше секунд уақыт керек деді, санау үшін деді. Енді ол өздерінің шеберліктеріне байланысты, мысалы 10-ға дейін санағанда 10 секунд, 30-ға дейін санағанда 30 секунд, 60-ға дейін санағанда 60 секунд кетуі мүмкін. Яғни 120 секундта неше мысал шығарасың дегенге, егер сен жеңіл есеп, оңай есеп берілетін болса, онда 1-2 есеп шығаруға болады 2 минутта. Осылай есептер шығарыңыздар. 5-ші, Назым мектепте аптасына 2 күн 40 минуттан би үйірмесіне және 3 күн 50 минуттан қолөнер үйірмесіне қатысады. Назым аптасына қанша уақыт үйірмелерге жұмсайды? Жауабын сағатпен өрнекте. Мына есептің шарты құрылған. 40 минуттан 2 күнің 80 минут, 50 минуттан 3 күнің 150 минут, екеуін қоссаң 230 минут. Яғни Назым аптасына 230 минут дегенім 3 сағат 50 минут үйірмеге жұмсайды болады. Есебінде Айдос мектепке бару үшін 8 минут метромен, тағы 5 минут жаяу жүреді. Айдос мектепке дейін барлығы қанша уақыт жүреді? Жауабы минутпен секундпен өрнекте. 8-ге 5-ті қоссам 13 минут, яғни 13 минут секундқа 60-ға көбейсін 780 секунд. Мына жауабы осылай берілген. Теледидарда мультфильм сағат 15:40-да басталды, 15:50-де аяқталды. Мультфильм қанша уақытқа созылды? Жауабын секундпен өрнекте. Мұнда есептің шарты көрсетілген. 15:50-ден 15:40-та 10 минут. 10 минут деген 60 секундты білдіреді. Демек 60 секундта жақсы. 6-шы, амалдарды орында дейді. Амалдарды орындау реті көрсетілген. 6 минут 40 секундты 34 секундқа қоссаң 434 болады. 5 минут 30 секундтан 90 секундта 240 болады. 90 секундқа қосасың 1 минут 30 секундты 380 секунд болады. 50 секундты 4-ке көбейтсең 200 секунд. 3 минут 20 секундты 4-ке бөлетін болсаң, бізде бұл 50 секунд болады. 40-ты көбейтесің 2-ке 80 секундты береді. 7-ші есепте дейді. Яғни жақшаншы бірінші орындалады бізде. 900-ден 310 айсаң 600, оны 6-ға бөлсең 100 болады. Сол сияқты бірінші бөліп аламыз, одан кейін көбейтеміз 124 болады. Одан кейін 180-ге 6-ны бөліп аламыз, шыққан мәнді 160 алсаң 390 болады. Мына жерде бірінші жақшаншы орындалады, одан кейін 6-ға бөлемін 90 болады. Жақшаншы орындалады, 9-ға бөлемін 90 болады. Одан кейін мына жерде бірінші бөлу амал, одан кейін 65-ге қосам 195 болады. 8-ші есепте Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған жамбы ату сайысында 18 адам, теңге ілу сайысына одан 2 есе артық адам қатысты. Ал жамбы ату мен теңге ілу сайысына қанша адам қатысса, сонша адам аударыспақ сайысына қатысты. Аударыспақ сайысына неше адам қатысты? Мұнда есептің шарты құрылған. Теңге ілуде неше адам қатысқан тауып алайық. Одан кейін екеуін қоссақ 54 адам. Бұл бізде аударыспақ сайысына қатысқан адамдар санын білдіреді. Есебінде Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған көкпар сайысына елімізден әрқайсысы 15 адамнан құралған 5 команда келді. Көрші Қырғыз елінен әрқайсысы 15 адамнан құралған 2 команда қатысты. Көкпар сайысына барлығы қанша адам спортшы қатысты делген. Есептің шарты құрылған. Есептің жауабы көкпар сайысына 105 спортшы қатысты болады. Жақсы. 9-шы есепте теңдеулерді шығарамыз. Яғни бірінші есепте x-тің мәні 213 болады. Тексерілген. Өздеріңіз шығарып, осы есептің мәнімен тексеріп көріңіздер. Есепті көшірмейміз, есепті тексереміз. 10-шы есепте барлық қонақтарда сағат бар. Сәуленің сағаты 25 минут алда, Арманның сағаты 1 сағат артта, Ләззаттың сағаты 50 минут алда, тек Дәулеттің сағаты дұрыс уақытты көрсетіп тұр. Қонақтардың әрқайсысы сағат қандай уақытты көрсетіп тұрған анықта. Сәуленің сағаты 25 минут алда болса, демек 12
25 болады. Ал мынау бізде 30-ға 25-ті қоссақ 14, 25-ті қоссақ 55 болады. Арманның сағаты 1 сағат артта. Демек 12:00 болса 11:00 болады, 14:30 болса демек 13:30 болады деген сөз. Ләззаттың сағаты 50 минут алда. Демек 12 болса 12:50 болады. 14-ке 30-ды қоссақ, 30-ға, яғни 50-ді қоссақ 15:20 болады. 15:20. Жақсы балдар, сау болыңыздар.